Бүгінгі сабақтың тақырыбы auxiliary verbs, көмекші етістіктер. Auxiliary verbs негізі, auxiliary қиын термин болуы мүмкін, біз жиі қолданбаймыз, бірақ бұны әшейін көмекші етістіктер деп түсініңіз, және көмекші етістіктер бекерден көмекші деп аталмайды, себебі олардың көмегімен сұрақтардың бірнеше түрін құрастыруға болады екен, олардың барлығын бүгін үйренеміз. Auxiliary verbs жалпы біз қандай кезде қолданамыз? Әртүрлі мақсаттармен. Бірінші мақсаты ол біз өзімізді қайталағымыз келмеген кезде. Мысалы, they go to the swimming pool twice a week, but we don't. Олар пулға аптасына 2 рет барады, бірақ біз бармаймыз. But we don't go to the pool twice a week деп айтудың орнына, but we don't деп айта саламыз. Ол біздің уақытымызды қысқартады, жалпы тілді жеңілдетеді. Сол үшін auxiliary verbs'ті осындай мақсатта қолданған дұрыс, қайталаудың орнына. Одан бөлек, auxiliary verbs өте жиі біз басқа адамның екеуміздің арамызда бір ұқсастықты көрсету үшін қолданылады. Немесе ұқсастықтың жоқтығын. Ол үшін бізге so do I немесе so қосу auxiliary verb, қосу бұл жерде бастауыш, немесе neither қосу auxiliary verb және бастауыш. Мысалы, I haven't done the homework. Мен үй жұмысын жасамадым. Neither have I. Мен де жасамадым. Бұл жерде біз I haven't done the homework too деп айта аламыз, бірақ оның орнына осы құрылымды қолдансақ, әлде қайда әдемірек болады. Neither, одан кейін have I. Неге have-ті қолдандық, немесе неге мысалы neither did I деп айтпадық? Себебі біз алғашқы сөйлемнің көмекші етістігіне қараймыз. Алғашқы сөйлем бұл жерде present perfect тұр. I haven't done the homework. Present perfect'ің көмекші етістігі have, немесе has. Бірақ I болғандықтан біз have-ті таңдадық. Neither have I. Басқа мысал, I've been to Switzerland. So have I. Мен Швейцарияда болдым, мен де болдым. So have I. Бұл жерде де I have been, present perfect, so have I. Егер бастапқы сөйлеміңіз past simple'да немесе present simple'да болса, сол шақтың көмекші етістігін аласыз да, so'дан кейін қоясыз. Ал енді кейде, мысалы, біз арамыздағы айырмашылықтарды көрсету үшін де біз auxiliary verb'тарды қолдана аламыз. Мысалы, I like sushi, I don't, I hate fresh fish. Бұл жерде I don't like sushi деп айтудың қажеті жоқ, I don't деп айтсаңыз да түсінікті болады. I like sushi, I don't, I really don't, I hate fresh fish. Мен балықты жек көремін. Кейде біз өзіміздің таң қалғанымызды auxiliary verbs'тардың көмегімен көрсете аламыз. Мысалы, they bought a new house yesterday. Олар кеше жаңа үйді сатып алды. Did they? Шынымен де? Did they? Wow, that's so cool. Ал енді менің ең сүйікті қолдануым осы auxiliary verbs'тің бұл advanced грамматика демеуші едім, бірақ мен түсінбейтін себептерден көп адам бұны қолдана бермейді. Бірақ бұны қолдансаңыз, сіз тілді жақсы меңгергеніңізді көрсетеді. Мысалы, біз көмекші етістіктерді emphasis көрсету үшін, яғни бір какой-то ойды подчеркивать ету үшін қолдана аламыз. Мысалы, мен пиццаны жақсы көрсем, I like pizza деймін. Бірақ мен пиццаны қатты жақсы көрсем, I do like pizza деп айту мүмкін. Бұны, мысалы, кейбір адам бірінші рет естігенде, әлі ағылшынды толық меңгермеген адамдар қате деп көруі мүмкін, себебі қайдағы I do like do деген тек қана көмекші етістік немесе сұраулы сөйлемдерде болады ғой, немесе болымсыз сөйлемдерде болады ғой деп ойлап қалуы мүмкін. Бірақ жоқ. Бұл жерде бұл emphasis-ті көрсетеді. I do like pizza. Мысалы, мен өзім бокстың фанатымын. Бір жолы бокста ең атақты танымал боксерлардың бірі, 21-ші ғасырдың Флойд Мейуезер, өзінің оппонентін қысқан кезде комментаторлар айтады, вот Флойд негізі психологически өзінің оппонентін қысады деп айтып отқан. Оның бәрін Флойд естиді. И прям раунд кезінде солар айтып жатыр, Флойд is good at psychological warfare. И Флойд айтады, yeah, I do that дейді. И өте күлкілі жағдай болды, себебі ол бокстасып отыр и комментаторлармен сөйлесіп жатыр. Бұл жерде оның айтқаны I do that. Мен солай істеймін. I do that деп айтса да болады, бірақ I do that деп айтқаны оның осы затты жиі істейтінін көрсетеді.
мен қатты жасаймын осындай психологиялық қысым. Сонымен достар, осыны есте сақтаңдар. Егер бір затты қатты екен, emphasis-тің аудармасы, яғни подчеркивание, біз өзіміздің ойымызды күшейткіміз келсе, do-ды қолданамыз. Do, does, немесе I did do that. Мысалы, сен кеше бөлмеден шығып кеттің ғой. You left the room yesterday. I did do that. Мен шығып кеттім және дұрыс істедім шыққан. Кез келген шақта қолдануға болады. Тек қана present simple-ға жабысып қалмаңдар. Енді бізде question tags деген бар. Tag дегеніміз не? Негізі tag-тің тікелей аудармасы ол марка, немесе мынандай мысалы стикер, бірақ бұл сөйлем түрлерінде біз кейде ақпаратты растағымыз келеді. Типа солай ғой, келсесің ғой, дегендей. Және tag дегеніміз бұндай сөйлемдерде оның соңғы бөлігі. It's a nice weather, isn't it? Бүгін ауа райы күшті ғой, солай емес пе? Біз сөйлесіп тұрған адамды бізбен келіскен қаласақ, бұндай кезде біз tag-ті қолданамыз. It's a nice weather, isn't it? Немесе басқа мысал, It's not our best game, is it? Бүгін біздің мысалы Реал Мадрид ұтылып қалса, бүгін біздің ең жақсы күніміз болмады. It's not our best game, is it? Деп айтамыз. Бұл жерде қараңыз, қандай ережемен осындай question tags-тар құрылады. Question tags-тың құрылу ережесі біздің маңызды негізгі сөйлемдегі көмекші етістікті аламыз. It is a nice weather. Және оны аударамыз, invert жасаймыз. Ол позитивті болса, біз оны негативтіге аударамыз. Мысалы, it is a nice weather, is not it. Немесе, isn't it. Немесе, it's not our best game, is it. It is болса, біз оны, it is not болса, біз оны is-ға аударамыз. It is not our best game, is it. Бұл жерде мысалдар тек қана itпен, бірақ есімдік кез келген болуы мүмкін. He's not in the mood today, is he? Оның бүгін көңіл күйі жоқ. Is he? Солай емес пе? Is he-дің мағынасы бұл растау, осындай tag. Бізбен сөйлесіп тұрған адамның бізбен келіскенін қалаймыз, сол үшін is he деп айтамыз. Енді достар, келесі екі слайд жалпы осы auxiliary verbs пен және негізгі етістіктердің айырмашылығын қорытындайды. Жалпы қорытындайтын болсақ, достар, auxiliary verbs дегеніміз не? Auxiliary verbs мысалдары to be, do, have, will. Бұлардың барлығының жалпы ортақ мақсаты ол бізге сөйлемдердің түрлерін құрастыруға көмектесу. Сұралды сөйлемдер өте жиі және негативті сөйлемдер. Немесе кейде біз пассивті сөйлемдерді құрастыруымыз мүмкін, оны кейін үйренетін боламыз. Күрделі сөйлемдерді құрастырған кезде compound sentence. Бірақ бұлардың барлығынан кейін негізгі етістік тұрады. Олар өздері жеке тұрмайды. Мысалы, will you run the marathon? Сен марафонда жүгіресің бе? Will көмекші етістік, одан кейін негізгі етістік. You run the marathon. I don't know yet. Мен білмеймін әлі. I don't know yet. Don't көмекші етістік, бірақ негізгі етістік know. Бұл жерде мен білмеймін әлі. Ал енді негізгі етістіктер full verbs, әрине олардың басты айырмашылығы, олардың өзінің мағынасы бар. Егер auxiliary verbs көмекші етістіктердің жеке тұрған кезде мағынасы жоқ болса, мысалы I don't. Don't-тың мен істемеймін, осыға дейін айтылған затты, осыға дейін айтылған етістік болмаса, I don't-тың мағынасы жоғалып қалады. Бірақ full verbs-тің мағынасы сақталады. Мысалы, they have the cup. Оларда кубок бар. Олар кубоктың иелері. Have-тың бұл жерде мағынасы бар, сол үшін бұл full verb. Ал мысалы, they have won the cup десек, бұл жерде дәл сол сөз have auxiliary verb болып тұр, себебі бұл жерде негізгі етістік won. Олар осы кубокты жеңді. Have won the cup. Сол үшін осы айырмашылықты кейде шатастыруыңыз мүмкін, бірақ есте сақтасаңыз, full verb-тің өзіндік мағынасы бар, бірақ auxiliary verb міндетті түрде көмекші негізгі етістікті қажеттейтінін білсеңіз, ешқашан шатаспайтын боласыз. Мінекей достар, бүгінгі сабағымыз сізге auxiliary verbs-тің жан-жақты қолдануын көрсетті. Енді бұл теорияны практикада қолданып көру үшін астыдағы жаттығуларға өтейік.